Айшкүл ханым, біз қазір қайда келдік? Біз қазір Виктория Эммануэльдің арнайы екінші Виктория Эммануэльдің ескерткішіне келдік. Елімнің жүгі бар арқасында, ол не болып тұр? Сөйтейік. Тағы бір тарихи нысанға келдік. Бұл жерде тас тастасаң, тарих екен көрініп тұр. Саны өтеді. Виктория Эммануэль екінші Патра Деле Патридің үлкен ескерткіштері. Нағыз өнер туындылар деп айта аламын. Тепшек жаңбырдан кейін жылтыр болып тұр, сәл таятындай. Қазір ең жоғары шетіне барамыз. Мына өнер туындысы қараңызшы. Қандай керемет. Аршты ремонттар болып жатыр. Керемет сөзім жоқ. Таңғалудан жалықтырмайды Рим. Ана сөз бар ғой, 9 жолдың торабы Рим деген секілді. Рим шынымен де тарихқа бай. Әр тасын алсаң, үлкен тарих жатыр. Мінекей, шағаламыз. Мінекей. Әсеріңіз қалай, Елеке? Зор, әдемі. Шок. Осындай өркениетті адам, мені қиялым жетпеді, мынаны қалай салуға болады, осындай өркениетке жетістікке қалай жетуге болады. Мәдениеттің ортасы ғой енді, Рим деген. Рим туралы барақтан білесіздер. Сезім мына жердегі. Не бір тарихи оқиғалар болған жерге, не бір ұлы адамдар келген жерге сенің де табан тиюі, жүрегіңмен сезіне алсаң, бүкіл болмысыңмен, табиғатыңмен сезіне алсаң, денең шым ете қалатындай, мурашки по коже болатындай нәрсе ғой. Сезіну керек қой бұны. Жай сыртына келіп суретке түсе салып, локация ретінде қарамай, тарих ретінде қарасаң, әсер етеді кәдімгідей. Оқып, зерттеп, біліп келу керек. Әр құрылыстың тарихын білсеңдер, керемет. Біздің екі дәуірлік 2000 жылдық тарихы бар ғимарат мынау. Әр баз қалпында сақталып тұр. Рухы бар, ерекше. Енді бұлардың несі империя болғандықтан осындай болды деп ойлаймын. Иә, енді құдіретті империя, әлемдегі ең құдіретті империяның бірі болған, қаншама қаржысы болған. Мына тастардың жалпы Римдегі құрылысқа қажетті материалдардың, тастардың көбісін Египетте, Мысырдан алып келген екен. Сонау ғасырларда бұл жақтан алып келудің өзі үлкен еңбек қой.
Мысалы бір мына сұрақта жауап айта кетіңізші. Мысалы енді бұл енді отырықшы ел ғой, отырықшы ел империясы. Неге мысалы біздің Шыңғыс ханды империя болды, неге оның несі сақталмады? Көшпенділік мәдениетте көп өмір сүрді ғой Шыңғыс хан. Біздегі отырықшы анау оңтүстік Қазақстандағы Тараз, Түркістан, Сауран деген қалалардың сарқыншағы ғана қалғанда бізде шапқыншылықтан кейін Сауран деген үлкен кезіндегі қазақ хандың астанасы болған қала, онда қамалдары бар Сауранның, бірақ өте шағын, аз ғана бөлік сақталған. Отырардың да аз ғана бөлік сақталған. Тараздың да көне қалаларында біздегі анау сол кездегі шапқыншылықтың кезінен Ұлы Жібек жолының күйреуінің әсерінен, мәдениеттің, өркениеттің күйреуінің әсерінен құрылыстар да қираған. Егер сол Ұлы Жібек жолы жалғаса беретін болса, жылдан жылға гүлденіп сақталатын еді ол. Ана жақта транзит сауда саттық тоқтады, екі өркениеттің арасында байланыс тоқтағаннан кейін барлығы құлдырады, қирады. Мәдениет тұтастай өркениет құлдырап кетті. Ал бұлар да сақталған тарихына немен қараған ғой, жауапкершілікпен қараған халық қой. Жақсы, енді осымен қазір Колизейге барамыз. Жалпы Колизей туралы біраз ақпараттарды сол жерде айтатын боламыз. Енді бізбен бірге болыңыздар. Сіздерді күтеміз.